Ұлыма шоу-бизнес әлемінен әйел алма деген едім. Ұлын ұяға қондырған атана бақытты. Әнші Кенталдың атанасы келін алып, қуанысып жатыр. Анасы жас келіннің қазіргі қызметіне дән риза. Ұлына шоу-бизнес өкілінен әйел алуға тыйым салған ана ұлына алғысын айтты. Кенталдың анасы ұлына шоу-бизнес әлемінен әйел алуға қатаң тыйым салған. Себебі келін үйде отырып, ата-енесінің күйеуінің жағдайын жасау керек деді. Мен Талғатқа бірден айттым. Шоу-бизнес әлемінен қыз алма дедім. Түзде жүретін қыз керек емес дедім. Әйел ең бірінші кезекте әйел болу керек, ана болу керек. Жолдасының жағдайын жасап, кірін жуып, аяқ киімін сүртіп, күліп қарсы алып, күліп шығарып салу керек. Үйдің жұмысын мойнына алу керек. Басқасы маңызды емес. Тәрбие көрген, айтқанды тыңдайтын келін керек дедім. Ұлым айтқанымды тыңдады. Келініме ризамын. Таңғы 7-те тұрып, сәлем салып, атасына шай береді. Қолым ұзарды, деді Гүлнар ханым. Құрметті көрермендер, шие де пісіп, міне әдем болып шайқалып тұр. Қандай керемет сәт. Бүгін кішкене жаңбыр жауды. Әдем болып тұр. Сондай погодада сіздерге Кентал және оның отбасы жайында айттым. Кенталдың анасының келінге қатысты көзқарасы нағыз қазақы ананың салт дәстүрге берік отбасының үлгісі. Шоу-бизнестен қыз алма деген екен, сондай талабы тек мамандыққа емес, өмір салтына қарап айтылған сөз. Себебі ол келіннің ең бірінші кезекте үйдің берекесі, отбасының ұйытқысы болғанын қалайды екен. Анасы таңертең сәлем салып, атасына шай береді деген тұста келіннің тәрбиесі мен жауапкершілігі көрінеді. Меніңше мұндай келіндер ата-ененің де, күйеуінің де қадірін білетін жандар. Келінім мен қызды салыстыруға болмайтыны да орынды пікір. Қыз төркіннің еркесі білесіздер, ал келін басқа шаңырақтың ималысы. Сондықтан келіндік міндетті білетін, тәрбиеге көнетін, сондай жан болашақта жақсы ана, жақсы жар бола алады деп санаймын. Кенталдың анасы ұлына ақыл айтып, келінді бірге тұрып тәрбиелеуді жөн санауы нағыз дана ананың шешімі. Отбасының ынтымағы, тату тіршілігі осындай негізден басталатын сияқты. Жалпы сіздер де өздеріңіздің пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Мен өз басым сұхбатқа риза болдым.